Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз жақсыдан үйрен, жаманнан жирен жаңа бөлімін бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жақсы мен жаманды айыра білемін. Қаратпа сөз. Бүгінгі сабақта сендер мәтіннің тақырыбын және негізгі ойын анықтайсыңдар. Қаратпа сөздерді ажыратасыңдар және тыныс белгілерін дұрыс қоясыңдар. Бүгін біз сендермен дүкенге барып сауда жасаймыз. Сурет бойынша құралған әңгімені тыңдаңдар. Айжан мен Айман дүкенге бірге кірді. Айжан дүкеншіге «Кешіріңіз, нан алайын деп едім» деді. Осы кезде қасындағы Айман «Апай, нан беріңізші» деп даусы саңқ ете қалды. Бұл дауысқа жалт қараған дүкенші «Жарайды балалар, нанды ала қойыңдар» деді. Қыздардың қайсысы дүкеншінің назарын өзіне аудара алды? Неге? Айман дүкеншінің назарын өзіне шақыру арқылы аудара алды. Мұндағы апай сөзі қаратпа сөз. Тілде біреудің назарын аудару үшін қолданылатын сөздер болады. Ондай сөздерді қаратпа сөздер дейді. Мысалы, Дана, сен хайуанаттар бағына барасың ба? Мұндағы Дана сөзі қаратпа сөз. Бізге берілген кестедегі сөйлемдерді салыстырып көріңдер. Мұндағы сөйлемдердің мағынасына, тыныс белгілеріне назар аударыңдар. Арайлым, сен кітапханаға бардың ба? Арайлым кітапханаға барды. Әже, ертегі айтып беріңізші? Әже ертегі айтты. Дүкеннен керек заттарды алуды ұмытпа, қызым. Қызым дүкеннен керек заттарды алып келді. Не байқадыңдар? Бірінші кестедегі сөйлемдер сөйлеушінің назарын өзіне аударып тұр. Мұндағы арайлым, әже, қызым сөздері қаратпа сөз. Мұндағы тыныс белгілеріне назар аударыңдар. Қаратпа сөздер сөйлемде үтір арқылы ажыратылады. Мәтінді мұқият тыңдаңдар. Нұржан кішкентай ағаштың артық бұтақтарын қия бастады. Байқамай қабығымен қоса діңін кертіп тастады. Балам-ау, мұның не? Ағашты жарақаттадың ғой. Енді ол жылайтын болды. Нұржан қалт тұрып қалды. Қалайша, ағашта жылай ма? Деді таңданып. Әрине, оның да жаны бар. Ол да тіршілік иесі. Оны сезіне білуін керек, деді бағбан. Мұндағы жұлдызшамен берілген сөздердің мағынасын оқиық. Ағаштың діңі, ағаштың бұтақ тарайтын негізгі бөлігі. Кертіп тастау, бунақтап, кесіп тастау. Балалар, мәтін не туралы? Қандай ат қояр едіңдер? Мәтін ағаш туралы. Мен мәтінге ағаш деп ат қойдым. Кімнің нұсқасы сәйкес келді екен? Балалар, мәтіндегі негізгі ойды білдіретін сөйлемді тауып оқыңдаршы. Таба алдыңдар ма? Қане, жауаптарыңды бірге тексерейік. Әрине, оның да жаны бар. Ол да тіршілік иесі. Оны сезіне білуін керек, деді бағбан. Жарайсыңдар балалар. Мәтін мазмұны бойынша жоспар құрайық. Мәтіннің кіріспе бөліміне қандай тақырыпша қояр едіңдер? Нұржанның қателігі. Мәтіннің негізгі бөлімін қалай атар едіңдер? Жарақаттанған ағаш. Қорытынды бөлімге қандай тақырыпша қойған жөн? Бағбанның сөзі. Жоспарды дәптерлеріңе жазып алыңдар. Мәтіндегі асты сызылған сөзге назар аударыңдаршы. Бұл сөз қандай мағынада қолданған? Дұрыс айтасыңдар. Мұндағы балам-ау сөзі баланың назарын өзіне аудару үшін қолданған. Олай болса, бұл сөз қаратпа сөз. Аяқ түс,
Мінекей, көрдіңдер ме? Бізге таяқша табылды. Қазір Не істейсің, Әли? Әли дейім. Тоқта. Әли, келе жатыр, сен не Әли. істеп жатырсың? мен бе? Мен таяқшам суға кетіп, таяқша керек болып. Әли, түсінбедім. Лақтырып ойнап жүрген таяқшамыз өзенге ағып кетті. Сосын мына ағаштан сындырып алайын дегем. Солай деңді. Я. Бұл дұрыс емес, балақайлар. Әли, ая, естеріңде болсын. Ағаштарды сындыруға болмайды. Ағаштар дұрыс өсу үшін біз оларға ерекше күтім жасауымыз керек. Қалай? Үлкен, жақсы ағаш болып өсу үшін оларға ең алдымен су қажет, балаларым. Су? Қалай, ағаштарда су шеме? Әрине шет. Су тіршіліктің көзі демей ме? Бұларға да су керек, аятай. Міне қызық. Су құйып тұрса болды ма? Өсе бере ме? Сындырмай, дер кезінде суғарып тұрар болсақ, бұлар үлкен боп өседі. Содан соң тәп-тәтті жемісін береді. Ағаш? Жеміс береді? Иә, балаларым, бұл алма ағашы. Мәтінді мәнерлеп оқыңдар. Шырағым, Кәмәш, мына қарасақаудың баласы саған бүлдірген әкеліпті. Өзі бұрын есік ашпаған бала екен. Жақсылап көйлек тігіп кигіз. Я, балам, оқып жүрсің бе? Оқып жүрмін, Абай ата. Балалар, мәтіндегі қаратпа сөздерді тауып көріңдерші. Қане, жауаптарыңды бірге тексерейік. Кәмәш, балам, Абай ата. Жарайсыңдар, балалар, сендер де дұрыс табалды деп сенемін. Мұндағы есік ашпаған сөз тіркесінің мағынасын білесіңдер ме? Бұл сөз тіркесінің мағынасы бұрын соңды үйге келмеген баланы есік ашпаған деп атайды екен. Қазақ дәстүрінде үйге бірінші рет келген балаға сый-сияпат беріп құрметтеген. Естеріңе сақтаңдар, қаратпа сөздер сөйлемде үтір арқылы ажыратылады. Егер қаратпа сөз сөйлемнің басында кездессе, үтір қаратпа сөзден кейін қойылады. Марат, үйдесің бе? Егер қаратпа сөз сөйлемнің ортасында кездессе, екі жағынан үтір қойылады. Я, Марат, мен сені күтіп отырмын. Егер қаратпа сөз сөйлемнің соңында кездессе, үтір қаратпа сөздің алдынан қойылады. Көп кешікпе, Марат. Балалар, қаратпа сөздердің тыныс белгілерін естеріңе сақтаңдар. Бізге берілген сөйлемдерді өз орнына орналастырыңдар. Жаман істен аулақ жүр құлыным. Қаратпа сөз сөйлемнің соңында кездескен. Балам, әрқашан кешірімді бол. Мұнда қаратпа сөз сөйлемнің басында тұр. Әрдайым қызым, әдептілікті сақтауды ұмытпа. Мұнда қаратпа сөз сөйлемнің ортасында кездескен. Бізге берілген ашхат бөліктерін өз орнына қойып, қайттан оқып көріңдер. Қымбатты әже, сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Сізге денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Мұндағы қаратпа сөз қай сөз? Қымбатты әже қаратпа сөз болады. Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі сабақта мәтіннің тақырыбын және негізгі ойын анықтадыңдар. Қаратпа сөздерді ажыраттыңдар және тыныс белгілерін дұрыс қойдыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.